Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілін сабағын бастаймыз. Бүгін бізде 9 наурыз. Сабақтың тақырыбы «Менің мысығым ақ, моя белая кошка». Бүгінгі сабақта сіздер мысықты сипаттауды үйренесіздер. Сабақтың жаңа сөздері: тыңда, қайтала. Мысық, кошка, тырнақ, коготь, түсі, цвет, мұрт, усы, тырнайды, царапает, тырнайды. Қалай, как, Назар аударайық, обратите внимание. Мысық сөзі дауыссыз «қ» дыбысына аяқталады. Слово «мысық» заканчивается на согласный звук «қ». При добавлении окончаний буква «қ» меняется на букву «г». Мысық – мысығы, тырнақ – тырнағы. Менің мысығым – моя кошка. Сенің мысығың – твоя кошка. Оның мысығы – его либо ее кошка. Сенің мысығыңның түсі қандай? Какого цвета твоя кошка? Менің мысығымның түсі қара. Моя кошка черного цвета. Тыңда, қайтала, оқы. Мынау сенің мысығың. Это твоя кошка. Мысықтың түсі қара. Цвет кошки черный. Көзі жасыл. Ее глаза зеленые. Оның мұрты бар. У нее есть усы. Тырнағы ұзын. Когти длинные. Сенің мысығың тырнайды. Твоя кошка царапает. Бірінші тапсырма. Первое упражнение. Сұраққа жауап бер. Ответьте на вопросы. Мынау кімнің мысығы? Это чья кошка? Сенің мысығының түсі қандай? Какого цвета твоя кошка? Мысықтың мұрты бар ма? Есть ли усы у кошки? Мысықтың тырнағы қандай? Какие когти у кошки? Сенің мысығың тырнай ма? Твоя кошка царапается? На вопросы отвечаем по тексту. Оқылым тапсырмасы. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып, сөйлемді толықтыр. Вместо картинки вам надо ставить нужные слова и прочитать предложение. Мысықтың түсі, цвет кошки. Мысықтың, и обращаем внимание на стрелку и называем слово. И заканчиваем предложение словами, которые стоят в конце. Бар есть, ұзын, длинный. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі сенің деген сөзді менің деген сөзбен ауыстыр. Өз атынан баянда. Прочтите текст и вместо слова сенің, твой, замените на слово менің, мой. Мынау сенің мысығың. Это твоя кошка. Сенің мысығының қоңыр түсті. Сенің мысығың қоңыр түсті. Твоя кошка коричневого цвета. Көзі көк. Глаза синие. Сенің мысығың тырнайды. Твоя кошка царапается. Үлгі, например, мынау менің мысығым. Это моя кошка. Менің. И продолжайте. Ребята, обратите внимание, что если мы говорим, если это моя кошка, то окончание будет менің мысығым. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.